Қазақ айтады, мысалы қадіріңді білмеген жерде ханның қасында болса да отырма дейді. Қадірің жоқ па, ханның қасында да отырма. Немесе айтады, сені тұрғызып жіберетін орынға отырма дейді. Сен бір дастарханға шақырған кезде нақ отыратын жеріңді біліп отыр да. Сен мына жерге отырасың, біраздан кейін анау келіп тұрғызып жібереді, анау келіп, біраздан кейін сен мына есіктің аузына келіп отыратын болсаң, басынан есіктің аузында отыр. Қазір үлкен кісілер келеді, ақсақалдар келеді деп. Сен ол ақсақалдың орнына отырма. Сол сияқты адам біреуге ренжіген кезде де ол ренжуге тұратын сөз ба, тұрмайтын сөз ба? Ренжуге болатын адам ба, болмайтын адам ба, соған. Ал енді ол адам ойсыз, мағынасыз сөйлей салатын болса, өзін құрметтемесе, өзінің аузын құрметтемесе, өзінің жүрегін құрметтемесе, сен ол адамға не үшін жүрегіңді кірлетіп ренжуің керек? Ол саған қатысы жоқ, өзімен өзі кетіп бара жатқан басқа көшедегі проблема ғой, бірақ сенің атыңды айтып бара жатыр. Сондықтан адам баласына өмір бір-ақ рет беріледі. Адам бір-ақ рет берілгеннен кейін сол өмірді итшілікпен қорғылмай, адамгершілікпен өткізу үшін негізі төңірегіндегі адамгершілікке жат нәрселерге адамда иммунитет болу керек.